құлап қалғалы бері Клара жабырқап жүрді. Хайди мен әжей Клараның көңілін көтеру үшін қолдан келгендерін жасады. Алайда Клараның көңілін көтеру мүмкін болмады. Клара көмектесу үшін барын салған Хайдиге дөрекілік танытты. Досының сөзіне ренжіген Хайди бөлмесінен шықпай қойды. Қателігін түсінгеннен кейін Клара кешірім сұрап, орнынан тұра алатынын дәлелдеу үшін бар күшін салды. Сөйтіп алғаш рет орнынан тұрды. Сенен айырылғым келмейді, Хайди. Қаладағы ешкілер. Құрметті Дета, бір-бірімізді танығанымызға біраз уақыт болды. Мен... Жоқ. Мұңайғаныңды да, қуанғаныңды да көрдім. Күн сайын сенің келбетіңді көру, саған деген сезімімді одан әрі арттырады. Байғұс Себастьян, қолынан ешқашан келмейді. 3 күн бойы жаттығумен келеді. Бірақ Детаға ол әлі айта алмапты. Бәлкім оған біз көмектесерміз. Я, қалай көмектесу керектігін білем. Қанша айтуға талпынсам да. Қандай көмегің керек? Біз сізге көмектесу үшін келдік. Көмектесу? Бірақ не үшін? Маған ешқандай көмек қажет емес. Мынаны алыңыз. Бұл жердегі өлең жолдарымен Детаға сезіміңізді білдіресіз. Бізден көмек сұрағанда тұрған ештеңе жоқ. Маңызды шаруа ма? Бәрі дұрыс па, Хайди? Бәрі дұрыс, Дет әпке. Біз бар болғаны Себастьянның біз үшін қаншалықты маңызды екенін айтайық дегенбіз. Оның осында болғаны сізге ұнайды ғой, солай ма? Әрине, осында болғаны ұнайды. Сен өз жұмысыңды тамаша орындайсың, Себастьян. Негізі... Рахмет. Мен... Кешір, есікті ашуым керек. Көріңіз. Ханым, мына хат сізге келіпті. Бәрі дұрыс па, ханым? Әпкем сырқаттанып қалыпты. Барып қалын сұрауым керек. Тездетпесем болмайды. Колонға келесі пойыз нешеде жүретін білді, мені бекетке апару үшін күймені дайында. Дета, үй саған аманат. Мен бірнеше күннен кейін оралам. Егер біраз кешігетін болсам, алдын ала хат жазам. Қыздардың үйді бастарына көтерулеріне жол берме, жарай ма? Иә, ханым, әрине. Алаң болмаңыз, ханым. Бәрін бізге тапсырыңыз. Жарайды. Кететін уақыт болды. Екеуің Дета мен Себастьянды тыңдаңдар, дөрекілік танытушы болмаңдар, жарай ма? Я, ханым. Иә, ханым. Сапарыңыз сәтті болсын, әпкеңіз сауығып кетсін. Рахмет, Клара. Келесі кездескенше. Мархабат, ханым. Байқаңыз, ханым. Рахмет. Шу кәлі! Дет әпке, бүгін ерекше бірдеңе ойластырсақ қалай болады? Бәріміз саябаққа барайық. Руди ол жақта ешкілердің бар екенін айтты. Өйткенде оларды көруге уақытымыз болмады. Хайди, бара алмаймыз. Рутен Майя ханымға берген уәделерін қайда? Бірақ саябаққа барғанда тұрған ештеңе жоқ. Ол жақ сондай әдемі. All the trees are blossoming, the birds are chirping their love for each other. Sebastian, don't you like the sound of birds chirping their love for each other? Chirping their love? Well, maybe it would be good for the girls to spend some time outside. Менде тамаша күн болып тұр. Дет әпке, Ротен Майя ханым Клараға таза ауамен тыныста өте пайдалы деуші еді. Жарайды. Бірақ ешкілерді көреміз де қайтамыз. Ал түстен кейін Ротен Майя ханымға оқығандарыңды 2 еселеп оқитын боласыңдар. Келістік пе? Хайди. Не болып қалды, Дет әпке? Жылдам жүруші болма. Абай бол, жарай ма? Тым қатал болмаңыз. Олар әлі бала ғой. Бірақ егер... Жоқ, өзің тіпті Ротен Майя ханымға ұқсап кеттің ғой.
Сені ме, Себастьян? Мына жерге отырсақ қалай болады? Бүгін саған айтатын маңызды әңгімем бар. Ал бұл жер өте ыңғайлы. Қара, ешкілер! Олар сені түсініп тұр. Қане, сен де қолыңды соссаңшы, менікі секілді жалайды. Қытығыңды келтіреді екен. Керемет! Тура қыстақта жүргендеймін. Хайди, не болып қалды? Ана кішкентай лаққа бірдеңе болған секілді. Не болды? Білмеймін. Тексеру үшін жақынырақ баруым керек. Жағдайы нашар екені анық. Оны бұлай қалдыра алмаймыз. Біздің бірдеңе істеуіміз керек. Күзетшімен сөйлесейік. Ішке кіруге рұқсат беретін шығар. Хай, доп қуған жүгірмек. Қанша рет ескертуім керек саған, а? Шөттің үстінде ойна дегенім қайда? Гүлдерге жолаушы болма. Бүгінше добың менде болады. Сол кезде ғана ескіретін шығар саған. Апа! Добым тауып қойды. Кешіріңіз, мырза. Не болды саған, Бекеш? Ешкілердің бірдеңе болған секілді. Ша, ештеңе де болған жоқ. Ал ешкілерде шаруаларың болмасын. Кішкентай лақты айтам. Ол дірілдеп әлсіреп жатыр. Бәлкім тексеріп не болғанын анықтармын. Сен бе? Ешкілерді тексермекпісің? Иә, ешкілер туралы көп білемін. Себебі мен бақташымын, мырза. Тыңда, кішкентай Бекеш. Бізде 2 апта сайын келетін мал дәрігеріміз бар. Ол 2 күн бұрын ғана келіп, бәрінің жақсы екенін айтып кеткен. Қане, енді үйлеріңе қайқайыңдар. Бірақ оны бұлай қалдыруға болмайды. Осы үшін де саябақта ешкілердің болмағанын қалап едім. Гүл өсіргені жеткілікті еді. Өте әдемі, әдемі. Ал ана лақты анасынан ажыратып тастаған. Оның үйреніп кету үшін біраз уақыт керек. Бәрі жақсы болады. Оған бастарыңды ауыртпаңдар. Бәрін уақытында беріп жүрміз. Ал енді менің жұмыс істеуім керек. Кешіріңдер, кетіңдер шөтінем. Барыңдар деймін. Қарашайым ордан. Өтінемін, мырза. Ай! Гүлзарға жолаушы болма! Олардың қандай гүл екенін білесің бе сен? Олар сирек кездесетін гүлдер. Көзіңді құрт, қане! Жоғал! Бар! Кетті айбе саған! Аузыңды бірде-бір ашпадың ғой, Себастьян. Айтайын деген бірдеңең бар еді. Иә, бар. Қазір айтам. Жақсы, айт. Айтам. Мен бар болғана. Кішкене күте тұрасың ба? Сонымен? Кешірім өтінемін, Дета. Бірақ біраз күте тұруыңа тура келеді. Мен әлгі... Қазір бәрін айтып берем. Кітабыңды ешкілер жаққала барсаңшы. Менің біраз оңашада қалғым келеді. Ендеше барып қыздарды көріп келейін. Жарай ма? Бүгінгі әңгімеңнің ішіндегі ең дұрысы осы шығар. Қазір келем. Бері кел, балақай. Жақында. Сені көруім керек. Қане? Осылай. Я, бері кел. Қолыңнан келер анық. Жақындап келеді. Жақсы болды, Хайди. Бері кел. Хайди! Ай! Сәлем, Роди. Мұнда не істеп жүрсің? Мынандай тамаша күнді саябақта өткізбегенім дұрыс болмас. Бұрмалы аспапта ойнайын десем, қала жақта ыстық екен. Ал сен не істеп отырсың? Біз кішкентай лаққа не болып қалғанын білмекшіміз. Жақынырақ. Осылай. Тағы да жақында. Ішінде ешқандай ақау жоқ, демек кіші емес.
Енді жасың нешеде екенін көрейік, балақай. Бірақ тым кішкентай екенсің. Жаңа туылған лаққа тән тістерің ғана бар екен. Оны қалай түсінуге болады? Лақтарды аналарынан ажыратқан кезде лақтар шөп жей бастайды. Олардың тістерінің өткірлігі бәсеңдейді. Ал мына лақты анасынан ажыратпаған. Оған әлі де сүт қажет. Оны бұл жерден шығаруымыз керек. Шығару керек, бірақ қайда барамыз? Оны емшектен шығару үшін үйге алып барайық. Кейін қайта осында келеміз. Дета мен Себастьян бұған келіспейді ғой. Оларға алдын ала айтудың қажеті жоқ. Алдымен үйге апарайық. Олар лақтың сүйкімді екенін көріп келісімдерін береді. Оның рас шығар. Бірақ лақты мына темірден қалай шығарамыз? Егер күзетшіні айналдырсаңдар, мен оны алып шығудың жолын ойластырам. Себастьян! О, мұнда екенсің ғой. Біраз уақыттан соң қайтамыз. Дета түскі ас дайындау керек. Өлең оқып бердіңіз бе? Оған ұнады ма? Негізі өлең оқу маған арналмаған секілді. Жақсы. Ендеше басқа бірдеңе жасауыңызға болады. Кешіріңіз, мырза. Иә, мырза. Естуімше, сіз гүлдер жайлы көп білетін көрінесіз. Әдетте менің гүлдерден жасыратын еш құпиям жоқ. Ал олардың менен жасыратын еш құпиясы жоқ. Тамаша. Ендеше гүлдердің арасында ең жақсысы қайсысы? Айтайын дегенім, бір жанға сезімімді айтып, оны... О, солай деңіз. Тыңдаңыз, бір ғана гүлді сыйлау арқылы іштегі барлық сезімді білдіруге болады. Мырза, мыналарға қараңызшы. Алғашқы қадамды осы гүлмен бастауға болады. Отырыңыз. Бұл ұялшақ гүл деп аталады. Бір қарағанда қарапайым болып көрінеді. Алайда бұл арқылы ол жанның жаныңызда болғанын, сізге ұнайтынын айтуға болады. Қыстың қақаған аязынан кейін, көктемнің таза ауасымен тыныстай жүріп, сезіміңізді білдірудің көрінісі. Бұл өзі сезімнің алғашқы рет білдірейін деп тұрғанын айтады. Қыздың сезімі сізге қаншалықты маңызды? Жабайы көкнар алам. Тоқтай тұрыңыз. Бар болғаны бұл кіріспесі ғана, қарапайым түрі ғана. Егер сіз сезіміңізді әдемілеп білдіргіңіз келсе, яғни қысылмай айтыңыз келсе, онда сізге ұсынар басқа гүлім бар. Жүріңдер, тез арада лақты шығарайық. Алдымен бізге лақты тасымалдайтын нәрсе керек. Ал оны қайда табуға болатынын білем. Тамаша! Ал мына гүлдер арқылы жігіт махаббатының шынайы әрі пәк екенін дәлелдей алады. Тамаша гүлдер. Берген ақпаратыңыз үшін алғысымды білдірем. Гүлдердің осыншалықты маңызды екенін білмедім. Олар көп нәрсе айта алады. Мұңды айтады, қуаныш және достық. Не? Мынау кімнің добы? Солайды. Кімдікі болса, оныкі болсын. Допты жоғалған заттар бөлімшесінен бір айдан соң бір-ақ аласың. Оқтың ба сен? Мына гүлді босқа тастамайық жарай ма? Рахмет. Оқасы жоқ. Егер рұқсат етсеңіз, жұмысым бастан асады. Әрине. Тағы да рахмет. Сау бол, ғашық адам. Бәрі жақсы болады. Алаң болма. Саған өзім қамқор болам. Апа, қараңыз. Кішкентай қыз лақта кетіп барады. Александр, өтірік айтпа деп қанша айттым. Бұдан былай өтірік айтушы болма. Бірақ апа, мен рас айтам. Ол лақты алып кетті. Жүрпеге қайтайық. Александр, қойсапшы. Даусыңды шығарма. Біраз уақыттан соң сүт ішетін боласың. Жүріңдер. Күзетші іздемей тұрғанда кілт апаруымыз керек. Тез етейік.
келіп қойды. Сендер осында болыңдар. Оның лақты көріп қойғанын қаламаймын. Кешіріңіз, мырза. Жүгірме, келесі жолы көзіңе қарап жүрмесең, бұлай болмайды. Сол жақта кездесеміз. Рахмет, Руди. Келдіңдер ме? Себастьян сендермен емес пе? Жоқ, деді әпке. Жақсы. Демалған боларсың. Енді үйге қайтайық. Түскі ас әзірлеу керек. Ал сендер кітап оқисыңдар. Дета, мынау саған. For me? But why? Well, this is something I've wanted to say for a long time. I've tried to find the words, but I'm not good with them. I've heard flowers have their own language. And this one is perfect for me. For us. And what does it mean? It is red like passion. And frail like love. Love? I love you, Dete. And I would like you to marry me. Would you like that? I would, Sebastian. I would like that very much. Жүріңдер, үйге барайық. Бәрі бізден көз алмай қарап тұр. Түскі ас 1,5 сағаттан соң дайын болады. Ал екеуің уәделеріңде тұрып, кітапханаға барып кітап оқыңдар. Жарай ма? Дета, бізге біраз сүт бересіз бе? Сүт пе? Бірақ қазір тамақ ішесіңдер ғой. Білемін, бірақ біз қатты шөлдеп тұрмыз. Қазір әкеліп берем, Хайди. Көмектескенің үшін рахмет, Руди. Оқасы жоқ. Сәттілік тілеймін. Рахмет, Себастьян. Терезені не үшін аштыңыздар? Сізге суық емес пе, Клара ханым? Бөлмені біраз тазартып алсақ дегенбіз. Бірақ дала салқын секілді. Терезені жауып бересіз бе? Маған ақыр айта алмай өтесің бе деп ойлап едім. Не? Білген бедің? 3 күн бойы бірдеңеге дайындалғаның есімде. Ал бүгін таңертең мынаны тауып алдым. Хайди? Мұнда не болып жатыр? Ал мына лақ мұнда не істеп жүр? Оны саябақтан әкелдік. Оған менің көмегім керекті, тәпке. Өлім аузына тастап кете алмадым. Сен не деп тұрсың? Мына лақты саябақтан алып кеттің бе? Не? Оның сүт ішу керек. Әйтпесе аштан өледі. Оны бар болғаны бірнеше күн ұстаймыз, тәпке. Одан кейін саябаққа апарамыз. Хайди, бұлай жасауға болмайды деп қанша айтам. Ешкілерді жақсы көретініңді білем. Сен үшін осылай жасаған дұрыс шығар. Бірақ біз лақты үйде ұстай алмаймыз ғой. Оның өліп қалған қаламаймын, тәпке. Күзетші оны ойлап алаңдамайды да. Білем.
Оны бүгін тамақтандырамыз, бірақ ертең таң атысымен келген жеріне апарамыз. Себастьян екеуміз лаққа сүт беру керектігін айтып, күзетшіні көндіреміз. Бұдан артық ештеңе істей алмаймыз. Рахмет, деді әпке. Осылай, сүтіміз оған ұнаған секілді. Әрине, бұл туралы Рутен Майя ханым ешқашан естімейтін болсын, келістік бе? And when are we telling her about you? We'll tell her when we're ready.